Ассалаумағалейкум, құрметті кітапсүйер қауым. Кітап алтын қазына, сарқылмас байлық. Кітап алтын сандық, іші толған қазына құт. Оқы біл, ойыңа тұт. Біздер қашанда отбасымызбен кітапты сүйіп оқимыз. Мен бірге оқимын акциясы аясында біздер баламыз екеуміз көрнекті жазушы Мұхтар Әуезовтің Көксерек әңгімесін оқып отырмыз. Көзін ауылға келгесін 2 күннен соң ашты. Жұрт асырауға көнеді десті. Кішкене Құрмаш Көксерек деп ат қойып алды. Ертеңді кеш айналасынан шықпайды. Өзіне жеке ас тұйғыш итаяқ әзір болды. Бауырын көтеріп тырбанып жүрге айналған соң мойнына жіп тағылды. Үй ішінен шықпайды. Түн баласында Құрмаш қасына алып жатады. Сол үшін кәрі әжесінің қойнынан да шығып кетті. Бөлек жатады. Қасында не аяқ жағында көрпенің астында Көксерек жатады. Көксерек әңгімесінің негізгі идеясы адам мен оны қоршаған табиғаттың арасындағы қарама-қайшылық. Бұл оқиғада адамның табиғатқа жасаған қиянатынан басқа адам зардап шегіп отыр. Мұхтар Әуезовтің Көксерек әңгімесінің тақырыбын таңдап алуының бір себебін жазушының жұбайы Валентина былай деп еске алады. Бірде мен қабырға күнтізбесін сатып алдым. Сол күнтізбе Мұхтардың жазу үстелінің тұсында ілулі тұратын еді. Сонда белгілі суретшінің салған суреті бар болатын. Қысқы түн, қар жамылған меңіреу дала. Ең алдыңғы қатарда түнде жортқан қасқыр тұр. Міне сол сурет Мұхтар Әуезовтің бала кезінен көз алдынан кетпеген, соған өзінің Көксерек әңгімесін жазған болатын дейді. Ата-бабамыз қасқырды көк бөрі деп атап, қадір қасиет тұтқан. Оның атын атамай ұлыма, ит құс, жаман ауыз деп атаған. Ол қолға үйренбейді. Әңгімедегі бейкүнә бала Құрмаштың өлімі табиғаттың адамға берген жауабы секілді. Табиғат заңдылығын бұзуға хақымыз жоқ. Себебі адам мен табиғат арасында тығыз байланыс бар. Ендеше балалар табиғатты зорлықпен, күшпен бағындыру мүмкін емес. Қазіргі кезде төтенше жағдайға байланысты оқушылар сабақты онлайн арқылы оқып отыр. Бірақ та біздер қашанда кітап оқуды ұмытпауымыз керек. Сондықтан барлығыңызды кітап оқуға шақырамын. Еліміз тыныш, халқымыз аман болсын. Назарларыңызға рахмет.